Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз сіздермен бірге 6-шы сынып Атамұрат 9-10 сабақ Экспо 2017 Астана қаласында тақырыбының барлық тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: көрме деген сөзді естігенде ойыңа не келеді? Алғашқы көрме 16 ғасырдың аяғында Европада өткізілген. Жалпы көрме дегеніміз белгілі бір қоғамның не жеке адамның материалдық және рухани жетістіктерін көпшілікке көрсету. Екінші, көрменің қандай түрлерін білесің? Көрменің бірнеше түрі бар. Алдына қойған мақсатына қарай сауда, ғылыми, техникалық, өндіріс, құрылыс көрмелері деген сияқты бірнеше түрлері бар. Негізгі 5 сөзді жазып, пікіріңді ортаға сал. Бейне, техника, ерекшелік, инновация. Көпшілік осы 5 сөзді алып, оларды ары қарай талдауға болады. Үшінші тапсырма: төмендегі сұрақтар бойынша өз ойыңды 3 сөйлеммен қорытындыла. Көрме қажет пе? Көрме менің ойымша қажет. Көрме не үшін? Ол адамдардың сана сезімін кеңейтеді. Көрме пайдасы қандай? Оның қоғамға тигізер пайдасы зор деп жауап беруге болады. Бесінші тапсырмада сіздер жоғарыда 4-ші тапсырмада оқыған мәтін бойынша сұрақ құрау керек. Мысалы, бірінші сұрақ: Экспо атауы қай сөзден шыққан? Негізгі сөздер бөліміне сіздер экспонат, жәдігер деп қана жазасыздар, ал өзіңіздің жауабыңызға оны толық айту керексіз. Мысалы, Экспо атауы экспонат деген сөзден шыққан. Екінші сұрақ: Экспо 2017 көрменің тақырыбы қандай? Жауабы: энергия, көрме, жасыл, технология деген мағынаны білдіреді. Ал өзімнің жауабым: Экспо 2017 көрменің тақырыбы болашақ энергиясы деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма: көрмедегі бірінші нысан не? Жетістіктер, болашақ сферасы. Үшіншісі: көрмедегі бірінші нысан нұр әлем. Осылай бірнеше баламаларды келтіруге болады. 6-шы тапсырмада сіздер мына сөздердің қайсына жататынын айтуларыңыз керек. Мысалы, Экспо халықаралық көрме. Бұл неологизм. Жаман туыстан жақсы қоңсы артық. Бұл бізде диалект сөз. Ол қауашада мақтаны қалдырмай терді. Кәсіби сөз. Тауық құсқа ұшу жоқ, там үйлерге көшу жоқ. Бұл диалект сөз. Ыза суын төмендету үшін зауырларды тазалау қажет. Бұл бізде кәсіби сөздер. 7-ші тапсырмада мына сөйлемдерге я немесе жоқ деп жауап беру керек. Бірінші сөйлем бізде я, екіншісі жоқ, үшіншісі жоқ, төртіншісі я, бесіншісі жоқ, алтыншысы я. 9-шы тапсырмада Астана атты диаграмманы толтыру керек. Нұрсұлтан қаласы солтүстік Қазақстан аймағында орналасқан. Бұл жердің ауасы таза, қысы қатал, жазы ыстық болады. Нұрсұлтанның болашағы өте мықты қала. Мұнда әсем, зәулім ғимараттар салынып жатыр. Ол әлемдегі көрікті қалалардың бірі болып есептеледі. Нұрсұлтан іскерлік және мәдени орталыққа айналды. Қала төрінде алып бәйтерек орналасқан. Ол тәуелсіздіктің символы. 10-шы тапсырмада Астана болашақтың қаласы тақырыбына келісу келіспеу эссесін жазу керек. Эссенің шарты берілген, оған байланысты біздің осындай үлгіміз бар. Еске сала кетейік, бұл ешбір жерден көшірілмеген. Астана болашақтың қаласы. Қазіргі таңда қала дамуы мен оның болашағы маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Әсіресе жаңа қалалар мен олардың даму концепциялары қоғам назарын аударуда. Бұл ретте Астана Қазақстанның болашағы мен даму символы ретінде ерекше маңызға ие. Бұл қала тек экономикалық және инфрақұрылымдық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар мәдени және саяси тұрғыдан да болашақтың қаласы болуы тиіс. Негізгі бөлімде Астана қаласының ғажайып инфрақұрылымы мен заманауи архитектурасы, халықаралық деңгейдегі форумдар мен саммиттердің өтуі оның болашаққа бағытталған қала екенін дәлелдейді. Мысалы, Экспо 2017 көрмесі халықаралық байланыстардың артуы, жасыл технологияларға көңіл бөлінуі Астананың тек қазақстандық емес, әлемдік ауқымда да танылған болашақ қаласына айналғанын көрсетеді. Қорытындылай келе, Астана қазіргі кезде өзінің даму динамикасы мен болашақтың қаласы болуға толықтай лайық. Бұл қала тек еліміз үшін емес, халықаралық деңгейде де маңызды орын алатынын дәлелдейді деп, дәл осылай жазу міндетті емес, осыған ұқсас етіп жазсаңыздар да болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.